Қайырлы күн, ассалаумағалейкум әріптестер және чат қонақтары. Қалдарыңыз қалай? Мен байқайтыным, адамдардың көбісі, барлығы емес, қорқатын нәрседен қорықпайды да, қорықпайтын нәрседен қорқады. Мысалы, менің қорқатыным, мен өмір бойы жұмыс жасағым келмейді. Мысалы, 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл жұмыс жасағым келмейді, шыны керек. Неге? 40 жыл, 50 жыл жұмыс жасайсыз. Біріншіден денсаулығыңнан айырыласыз. Екіншіден уақытыңыздан айырыласыз. Үшіншіден сіз жасыңыз 60-қа, 50-ге келген кезде пенсияға шығасыз ғой. Пенсияға шыққанда беретін жаңағы ақшасы 30-40 мың теңге. Ол 30-40 мың теңге дымға да жетпейді ғой. Получается, әрі қарай тағы да жұмыс жасайсыз деген сөз. Яғни өмір бойы жұмыс жасайсыз деген сөз. Мен содан қорқамын. Сол үшін де мен осы бизнес саласын таңдадым, осы именно интернет саласын. Оның ішінде міне Matic Basket жобасын таңдадым. Неге? Кейбір адамдармен сөйлесіп отырсам, сұрақ қояды да маған. Бұл жерде пенсионный бар ма, пенсионный жүре ма, анау мынау. Мен айтамын, қайда пенсионный десем, ертең пенсияға шықпайсың ба деп жаңағы. Мен айтамын, сіз пенсияға өмір сүріп жатсыз ба деймін да. Ойлаңыз, 50 жыл, 60 жыл жұмыс жасайсыз да, 60 жылдан кейін жаңағы пенсия аласыз 30-40 мың теңге. Сонда өмір бойы сол 30-40 мың теңге үшін жұмыс жасайсыз ба сонда? Лучше мен сол 30-40 мыңды мен күніне табайын бұл жерге. Сол пенсияны мен қазір жас кезімде жасап алайын. Былай айтқан кезде. Зато мен күн сайын сол ақшаны тауып отырсам, мысалы күн сайын 30 мың теңге тауып отырсам, айына 900 мың теңге табады екенмін. 50 мың теңге тауып отырсам, айына 1,5 миллион теңге табады екенмін. Мысалға, мен еще жаспын. Көрдіңіз бе? Ал мен сол ақшаға жинап, мен өзім басқа бір бизнестер ашып алсам болады. Мен әлем көрем, қаншама таныстарды шетелге апарам. Реальный өмір сүретін едім да, 60 жасқа дейін, ойлаңыз. Оған дейін жасарын жасап, асарын асап аласың да, былай айтқан кезде. Ал көп адамдардың жаңағы ойлау қабілеті өте төмен, жаңа солай ойлайды да, бір жерге кіріп алып, сол жерден шықпау керек дейді, жаңа жұмыстан шықпау керек, осы жерде жұмыс істей беру керек деп, жаңа кезінде бізді солай тәрбиеледі ғой, бір жұмысқа кірсең шықпа деп, жаңа. Шықпай істеп жатқандар бар, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, бірақ ешқайсысының өмірлерінде өзгеріс жоқ. Баяғы жартас, сол жартас. Керісінше өмірлеріндегі нәтиже минус. Кредит бастарында, бірінің басында кредит, өткен зарплата жетпейді ғой, былай қарасаңыз. Оларға осындай мүмкіндікті айтатын болсам, мен көбісіне, бәрі емес, көбісінің айтатыны жаңағы, ой, бұл жерде уақыт бөлу керек, жұмыс істеу керек, анау мынау мен істей алмаймын, мен қолымнан келмейді, мен адам шақыра алмаймын. Өзін жаңағы не істеп тастайды да, сразу өзіне блок қойып тастайды. Тыңдамайды да дұрыстап. Сосын олар не істейді? Жаңа адам шақыра алмаймын деген адамның өзі бір жобаға кіреді, жаңағыдай инвестицияға кіреді. Мысалға, $1000 салсаң, $2000 салсаң, ай сайын 50% беремін, немесе күн сайын или аптасына 10%, 20% беремін деп, түк ештеңе істемейсің деп сөйтіп айтса, ол адамдар соған салады ақшаны, миллиондап, 2 миллиондап салады. Ойланбайды ондай кезде. Ондай кезде қорықпайды да. Сосын не істейді, ол салады, миллионын салды, сосын ойлайды ол, так, 10 күнде, 15 күнде өз ақшам шығады, ары қарай мен пайдасын көремін, зато мен аяққа тез тұрып кетемін деп ойлайды. А бірақ оны ашып отқан мошенниктер сіздің ар жағыңызды ойлап тұр ғой олар. Сіз миллион салдыңыз ба, басында 1-2 рет береді, 5 күн, 10 күн береді, одан кейін болды ғой, сіз енді қызығын көрейін деп отқан кезде ол жабылып қалады. Сосын сіз не істейсіз, сіз минуста қаласыз. Сіз уже кредиттің үстіне кредит қосып, өмір бойы кредит төлеп жүресіз, зарплатаға жұмыс жасап, тағы да осындай компаниялар шықса жаңағыдай, тағы да соған саласыз, енді кредиттен құтылып, осы кредит жауып тастайын деген ниетпен кіресіз, бірақ сіз дұрыс жобаны таңдап тұрған жоқсыз да, бір несі. Жаңа мошенниктердің несіне кіріп жобасын таңдап тұрды. Бірақ адам шақырудан қорқады. Бірақ миллиондап, 2 миллиондап сол мошенниктердің қалтасына ақша салуға қорықпайды. Еще онымен қоймай, өзінің таныстарын кіргізеді сол жерге. Адам шақыра алмаймын деген адамның өзі. Мен талайын көріп келе жатырмын ғой оны. Мен басынан да өтті ғой, көрдік қой. Вот содан қорқу керек. Өмір бойы жұмыс жасаудан да қорқу керек. Уақыт табуға болады. Бұл жерге адам шақыру деген ешқандай қиын емес қой, біз бесплатный өсек айтып жатырмыз ғой, жаққа біреуді жамандаймыз, біреудің өмір бойын қараймыз. Жаңа блогерлер үйтіп кетіпті, анау ажырасып кетіпті, анау бүйтіп кетіпті. Бір тегін реклама жасап жатырмыз да, түк пайдасы жоқ бізге. Лучше соның орнында осы Matic Basket жобасының ақпаратын сол адамдарға айтып жеткізіп түсіндіріп жүрсеңіз, зато сіздің сөйлеген ақшаңыз, сөйлеген сөзіңіз ақшаға айналады деген сөз. Өйткені сіз ақпарат берген кезде ол адамға түсіндіріп, жан-жақты. Ол адам кіріп түсініп, осы жобаға кіріп айналыса бастаған кезде, ол сізге рахмет айтады. Сіз оған рахмет айтасыз. Зато екеуіңіз де табыс табасыз да, айтқан кезде. Ал бізде керісінше өсек жібереміз ғой, жаңағыдай, отырып алып. Уақыт жоқ дейміз, бірақ өсек айтуға уақыт көп, бірақ біреуді жамандауға сыртынан. Біреуді жамандап, өсек айтқаннан біздің жолымыз жабылады. Керісінше өз жолымызды өзіміз жауып жүре береміз, зарплатаға жұмыс істеп, жаңа өзімізді былай айтқанда өзіміз алдап жүреміз ғой. Көрдіңіз бе?
Сондықтан адам кішкене қарау керек жан жаққа. Яғни сіз адам шақырмасаңыз, сіз біреудің астында жұмыс жасайсыз. Сізді біреу шақырады. Сіз біреудің қол астында жұмыс жасайсыз. Яғни бастыққа жұмыс жасайсыз. Былай қарасаңыз. Барасыз да өзіңіз сатасыз сол жерге барып жаңағы. Менің осындай дипломым бар, осындай жұмыс жасай аламын деп. Ол бастық не істейді? Сізге қарайды да, так сіздің айлығыңыз 80 мың дейді. Графигіңді қойып береді. Сіз соның айтқанымен жүресіз. Таңнан кешке дейін. Айына алатын 80 мың, 100 мың теңге үшін. Бірақ жұмысқа салады. Соның айтқанын тыңдайсың өмір бойы. Яғни біреудің мақсатына жұмыс жасайсың да. Адам содан қорқу керек. Мысалы, мен сол жағынан қатты ойланатынмын шыны керек. Мен біреудің қол астында жұмыс істегім келмейді. Істедім ғой, әрине. Бірақ нәтиже жоқ. Былай қарасаңыз. Үкіметтің жұмысын қарайтын болсаңыз, енді үкіметтің жұмысына мұғалім, врач, военный жатады ғой мысалға. Жұмысын қарасаңыз, жұмысы ауыр да, нереально кәдімгі. Мұғалімдердің жұмысын қарасаңыз, мысалға күндіз-түні жұмыс, еще бітпейтін отчет, документ, жаңағы комиссия бітпейтін. Бірақ алатын айлықтары еңбегіне тұрмайды да. Бір жылда бір 10%, 5% қосып қояды айлықтарын өт андай ше. Көрдіңіз бе қалай? Сіз қалай уақытыңыз кетіп жатыр да. Сол үшін де уақыт табу керек кішкене. Сосын ол жерде былай істеп қойған, басқа нәрсемен айналысуға болмайды, бизнесмен айналысуға болмайды, тек қана осы жерде істеу керек деген сияқты. Көрдіңіз бе? Сіз үшін басқа біреу жаңа не істейді да. Сіз егер өз өміріңізді өз қолыңызға алмасаңыз, сіздің өміріңізді басқа біреу қолына алады да, сізді анда-мында жұмсай береді. Болды. Сіз соның айтқанымен жүресіз. Әрине байымайсыз, сөйтіп жүре бересіз. Адам өзіне ренжу керек, өзінен кінәні іздеу керек, және кішкене тығырықтан шығып кету жағын ойлау керек қой. Сондай нәрседен қорқу керек. Мына жерде ешқандай қорқатын ештеңе жоқ. Бұл Matic Basket жобасы халыққа арналған жоба, маркетинг жасап берді. Барлығымызға бірдей, бір кеменің ішіндеміз бұл айтқан кезде. Барлығымызға бірдей маркетинг план. Ойлаңыздар, қаншама әріптестер табыс тауып отыр. Кейбіреулердің 1 айда, 2 айда, 3 айдан кейін алатын табысын біреулер күніне тауып отыр ғой, күн сайын тауып отыр ғой. Өзіңіз ойлаңыз, өздеріңіз көріп те жатсыздар. Реально табыс тауып отыр да. Біреулер пенсияға жұмыс жасап отыр. Көп адам пенсияға жұмыс істеп жатыр. Жаңа 40 жыл, 60 жыл жұмыс жасайды, таңнан кешке пенсияға шыққан кезде бір өмірі өзгеріп кететін сияқты. Пенсияға шыққанда беретін 30-40 мың ғой, ол жетпейді ғой. Сол пенсияны қайта қазір жасап тастаған дұрыс. Қазір ол пенсияға қанша жыл бар? Қазір жасап тастаңыз. Мысалы, маған пенсия қызық емес маған. Мен қазір әрекет жасап жатырмын. Мен доходым күннен күнге көтеріліп бара жатыр. Мысалға, пенсияға шыққан кезде 40-50 мың алатын болсаңыз, сіз оны бір күнде аласыз да, бір-ақ күнде, екі-ақ күнде. Ойлаңыз. Сіз пенсияға шыққанша сіз қаншама жағдайын жасап тастайсыз, қаншама үй алып тастайсыз, қаншама машина алып тастайсыз, қаншама бизнес ашасыз деген сияқты ғой. Көрдіңіз бе? Вот солай істеу керек деп ойлаймын өз басым. Менің жеке міненем. Сіздерге пайдасын берсін, әрине. Сол үшін де қорықпаңыздар. Неден қорқасыздар? Қорқатын нәрсе жаңа мен айттым, содан қорқыңыздар. Бұл жерде шынайы мүмкіндік. Былай қараған кезде, бұл жерде нереально табыстар бар. Қолдарыңызда тұр. Тек алып жасау керек. Пайдасын берсін.